Сәлем баршаңызға достар. Дертке шипа арнасына қош келдіңіздер. Арнаға тіркеліп лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер. Бүгін сәбіздің пайдасы жайлы ақпарат беріледі. Сәбіздің теріге пайдасы оның бета-каротин қасиеттеріне байланысты. Бета-каротин теріні күн сәулесінен қорғайды. Безеу, экзема және бөртпе секілді тері ауруларын емдеуде көмекші бір рөл атқарады. Құрамындағы каротиннің арқасында терідегі жаралар мен дақ емдеуге көмектеседі. Ми денсаулығы. Сәбізде кездесетін кейбір заттар мидың денсаулығын сақтау үшін маңызды. Сәбіз есте сақтау қабілетін сақтайды. Жүрек денсаулығы. Жүрек тамыр аурулары және гипертонияға қарсы қорғаушы бір рөл атқаратын. Сәбіз холестеринді төмендетуде де тиімді болып табылады. Сәбіздегі калий ағзадағы артық натрийден арылуға көмектеседі. Ас қорыту жүйесі. Сәбіз талшықты құрылым мен ішектегі пайдалы бактерияларды қоректендіреді. Сәбіз талшық пен каротинге бай көкөніс ретінде ас қорыту денсаулығы үшін маңызды. Ішек қатерлі ісігінен қорғайтын талшықтар ішектің тұрақты жұмысын қамтамасыз ету арқылы ішек денсаулығын жақсартады. Шикі сәбіздің пайдасы осы кезде тым көп көрінеді. Өйткені піскен сәбіз аз мөлшерде болса, шикі сәбізге қарағанда талшық жоғалтады. Өт қабы мен бауыр ферменттерін реттеуде өте тиімді. Қандағы қан. Сәбіз басқа көкөністермен салыстырғанда жоғары қант мөлшерімен танымал. Дегенмен сәбіз қант диабетіне де пайдалы. Сәбізді пайдалы тағам ретінде таңдауға болады. Тіпті шикі немесе аз пісірілген сәбіз көп піскен сәбізге қарағанда одан аз қауіпті. Қандағы қантты реттеу үшін маңызды. Сондай-ақ қант диабетіне қарсы жақсы алдын алу болып табылады. Сонымен қатар талшыққа бай диета қант диабетіне қарсы жақсы алдын алу болып табылады. Салмақты бақылау. Калориясы төмен, талшықтар мен су мөлшері жоғары сәбіз сияқты көкөністер қанықтыру сезімін беруде өте табысты. Сәбіздің құрылымы талшығы мен суының арқасында тез тойдым деп ойлайсыз қабыну. Әсіресе Альцгеймер, артрит және жүрек денсаулығына байланысты созылмалы ауруларда қабынумен күрес маңызды болып табылады. Қатерлі ісікке қарсы. Антиоксидантқа бай сәбіз еркін радикалдармен күресуде тиімді болып саналады. Жүктілік кезіндегі сәбіздің пайдасы назар аударады. Өйткені сәбізде күшті бета-каротин мен витаминдер бар. Кальций тұрғысынан да жүкті әйелдер үшін сәбізді тұтыну маңызды. Сәбіз ананың да, баланың да иммунитет үшін қажетті тағам болып табылады. Жүктілік кезінде сәбіздің пайдасы көбінесе сәбіз шырынымен бірге түсіндіріледі. Дегенмен сәбіздің тек шырынын ғана емес, өзін де әрқашан тұтыну керек. Жүктілік кезінде өте қажетті дәруменнің бір бөлігін сәбізден қабылдауға болады. Бұл әрі инфекциямен күрес, әрі сүттің сапасын арттыруға жақсы. Сондай-ақ жүктілік кезінде кездесетін қандағы қантты қалпына келтіру және қант диабетінің алдын алуда сәбіз үлкен рөл атқарады. Сәбіздегі фосфор сонымен қатар жүктілік кезінде құрысулардың алдын алып, бұлшықеттердің дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. Жүктілік кезінде жиі кездесетін іш қату шағымдарын жеңілдету үшін талшыққа бай сәбізді тұтынуға болады. Сәбізді қалай тұтынуға болады? Күніне бір немесе екі орташа сәбізді тұтыну жеткілікті және пайдалы. Сәбіз пісірген кезде тағамдық құндылығы өзгеретін көкөніс. Шикі сәбізде дәрумені, пісірілген сәбізде бета-каротин көп болып табылады. Екінші жағынан сәбіздегі дәрумені майда еритін дәрумен болғандықтан жеңіл пісіру кезінде одан көбірек көрінеді. Егер сіз салмақ жоғалтқыңыз келсе, шикі сәбізді таңдаңыз. Өйткені сәбіз піскен кезде су мен талшықты жоғалтады. Сәбізді пісіргіңіз келсе, қуыру немесе қайнатудың орнына бумен пісіруді таңдаңыз. Осылайша витаминдер мен минералдарды көбірек сақтайсыз. Сәбізді тұтынудың ең пайдалы жолы шикілей жеу және бумен пісіру. Сәбіздің құрамында каротин өте көп. Ол ағзаға түскенде дәруменіне айналады. Сондай-ақ дәрумендеріне және микроэлементтерге өте бай. Сәбіздің құрамында калий, кальций, марганец, темір, фосфор, магний бар. Сәбізді емдік мақсатта шикілей немесе шырынын пайдаланады. Сәбіз ағзаға барлық жағынан пайдалы.
Сәбіз шырыны және үгітілген сәбіз ағзаны қалыпқа келтіруге әсер етеді. Улы және зиянды заттарды ағзадан жояды. Зат алмасуды қалыпқа келтіріп, ішкі ағзалардың белсенділігін арттырады. Авитаминоз және анемия кезінде сәбізді жиі тұтыну пайдалы. Сәбіз шырыны бүйрек және бауыр жұмысы бұзылған жағдайда пайдалы болып табылады. Бүйректегі құм және шағын тастарды жоюға ықпал етіп, бауырды тазалайды. Сәбізден косметикалық мақсаттарда маска жасап, сыртқы қолдануға болады. Мойынға және бетке арналған мынадай маскалар жасауға болады. Терінің барлық түріне қолдануға болады. Масканы 20 минут ұстап, жылы сумен шайып тастау қажет. 3 қызғылт сәбізді үгітіп, картоп ұнын немесе картоп езбесін қосыңыз, жұмыртқа сарысын қосып араластырыңыз. Маска дайын. 1 үгітілген сәбізге 1 ас қасық сүт қосыңыз. Маска дайын. 2 үгітілген сәбіз, 1 жұмыртқаның сарысы, аздап өсімдік майын тамызыңыз. Маска дайын. Шаштың баяу өсуі кезінде сәбіз және лимон шырындарының қоспасы шаштың тез өсуіне жақсы әсер етеді. Пайдалы қасиет сәбіз шырынында көбірек сақталады. Сондықтан да оны кішкентай бөбектер, болашақ және бала емізетін аналар асқазан. Диабет ауруына. Ересек адам күнде 1 стақан сәбіз шырынын пайдаланса, әбден жеткілікті. Тек сәбіз шырыны тұрып қалмау керек. Ұзақ тұрып қалса, шырынның сапасы өзгеріп, емдік қасиеті жоғалады. Сәбіз қаны азайған адамдарға өте пайдалы. Оның құрамындағы фолий қышқылы қанның қызыл түйіршігі эритроцитке тез айналады. Бұл қышқыл картоп пен ас бұршақта да кездеседі, бірақ оны көбіне қайнатып барып пайдаланамыз. Ал сәбіз шикі күйінде де дәмді. Басқа өсімдіктер сияқты сәбізде де минералды заттар көп. Соған орай бүйрегі, жүрегі, қан тамырлары ауыратын адамға сәбіздің пайдасы мол. Сәбізді көптеген тағам түрлеріне қосып әзірлеуге болады. Сәбізді тері күтіміне пайдалануға да болады. Дәрумендерге бай сәбізден жасалған маска терінің табиғи қалпын сақтауға, тартылып, тазаруына ықпал етеді. Күйік шалғанда үкіштен өткізілген сәбізді жарасыз заттарға басса, теріде күйік ізі қалмайды. Құрметті тыңдаушылар, каналға тіркеліп лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер. Қажетті құнды ақпарат алды деген сенімдемін.